Біз сабақ өту барысында интерактивті тақтаны пайдалана отырып, презентация мен сабақ өтуімізге мүмкіншілік бар. Презентация тақырып туралы мәліметтер, түрлі ойындармен қатар сабақтың тақырыбына байланысты видеороликтерді пайдалануға болады. Көп жағдайда презентацияның ішіне қойған видеолар көрсетілмей ашпай қалады. Сондықтан біз ол видеоларды барлық компьютерде ашылып көрсетілу үшін FreeMake Video Converter деген программаны пайдалануға болады. Ең алдымен осы программаны жүктеп, FreeMake Video Converter яшығын ашып, видео басқышын басамыз. Басылған соң бұрышта файлдар тұрады. Сол файлдардың ішінен өзіңізге қажетті видеоны таңдап, ашу, открыть басқышын басамыз. Видео FreeMake Video Converter программасына орналасты. Енді жоғарысында орналасқан конвертация жазуын басып, WMV яшығын таңдаймыз. Өйткені WMV барлық компьютерде көрсетіледі. WMV-ға кіріп, конвертат басқышын басамыз. Басқышымызда конвертация программасы орындалуда. 1% болғанын 100% болғанша күтеміз. 100% болғаннан кейін показать в папке яшығына кіріп, тексеріп көруімізге болады.